баламызды ешкімнен кем қылғымыз келмейді, баламыздың сұрағанын алып беріп жатамыз. Мен мысалға велосипед дегенде бір жоғары сыныпқа жеткен кезде әрең мінген адаммын да, мысалға. Кеше біздің балалығымыз 90-шы жылдар, кеше ғана ғой әйтпесе. Қазіргі балаларда бәрі бар, бәрін сұрағанын, тамағын, киімін бәрін әпереміз. Осы біз ағамыздың костюмін киіп, ағамыздан қалған аяқ киімді киіп, жаңағы өскен поколениеміз ғой. Қазіргі балаларға өзіне шақ размер, бізге бір размер үлкен киім әперетін, мысалға ше, бір келесі жылда киесің деген сияқты. Қазіргі балаларда бәрін асты үстіне түсіп, бәрін беріп жатырмыз, бірақ сол тәрбиеде қалып қоймаса екен деп уайымдаймын да содан кейін. Өзі бір жолға шыққан кезде бүкіл затыңды қамданып шық, бірақ иманыңды ұмытып кетпе деген сияқты. Баланы өсірген кезде бәрін бергеніміз дұрыс шығар, тәтті тамақ жегізгеніміз, бренд киім кигізгеніміз бәрі болсын балаларымызда, бірақ сонымен қоса бір әдемі дәстүрімізді, тәрбиемізді де қоса бермесек, әлгі бір құстың қос қанаты болатын сияқты. Ертең біздің балаларымызда тиран болып, абьюзер болып кетпеуіне кім кепіл? Осылай да сақтанып жүру керек деп ойлаймын. Қазір енді мені бір ата-аналар көріп отырған болса.